Құрметті әріптестер, ұсынылған Конституция жобасында халықаралық шарттарға қатысты 3 негізгі ереже көзделген. Біріншісі, Қазақстан Республикасының халықаралық шарт міндеттемелерінің нормалары Қазақстан Республикасының қолданылатын құқық жүйесінің құрамдас бөлігі екені айқындалады. Осылайша, жобаның 5 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасының қолданылатын құқығы Конституцияның, оған сәйкес келетін заңдардың, Қазақстан Республикасы Конституциялық соты мен Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының нормативтік қаулыларының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің Қазақстан Республикасының халықаралық шарт міндеттемелерінің нормалары деп нақты көрсетілген. Сөйтіп, Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерден бас тартпайды. Керісінше, оны қолданылатын құқықтың, яғни қоғамдық қатынастарды реттейтін маңызды құрамы бөлігі ретінде мойындалатыны тұжырымдалған. Бұл бойынша дау туындауы мүмкін емес, бұл бұрыннан бері келе жатқан қағидат әлі де сол қалпында жұмыс жасайтын болады. Екіншісіне тоқталмастан бұрын тағы да айтып кетейін, менің әріптесім Мұрат Әмироллаұлы белгілі деңгейде түсіндіріп өтті. Яғни, жаңа Конституциядағы өзгерістер халықаралық міндеттемелерден бас тарту туралы емес, олардың қолдану тәртібіне қатысты. Жобада халықаралық шарттардың ел аумағында қолдану механизмі заңдармен белгіленетіні қарастырылған. Бұл қалыпты халықаралық шарттардың заңды күші мен міндеттілігіне күмән келтіруге жол берілмейді. Үшінші, Қазақстан Республикасында ратификацияланған барлық халықаралық шарттар жарияланады. Бұл жоғарыда аталған екі ереженің іске асуының бірізді нәтижесі. Яғни, біріншіден, біз халықаралық міндеттемелерді қолданыста құқықтың бөлігі ретінде танимыз. Екіншіде, олардың заң талаптарына сәйкес қолданамыз. Үшіншіде, оларды жариялаймыз. Өйткені олар қоғамдық қатынастар субъектілері үшін міндетті жүріс-тұрыс ережелерін белгілейді. Қазақстан Республикасында ратификациялаған халықаралық шарттарды жариялау мемлекет қабылдаған міндеттемелермен барлық азаматтардың танысуын қамтамасыз етеді. Халықаралық шарттарға қатысты жоғарыда айтылған ережелерді ескере отырып, ұсынылып отырған Конституция нормасы құқықтық айқындықты енгізуге, конституциялық құндылықтарды қорғауға және құқықтық реттеудің тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осылайша, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен халықаралық құқықтың ара қатынасын белгілеу, Конституциясының Қазақстанның тұтас құқықтық жүйесінің іргетасы болатындығында, оның өзге де міндеттемелерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының барлық қолданылатын құқығына қатысты жоғары заңды күш бар екенін көрсетеді.